Алма Сұлтанғалиева «Возвращение ислам в Казахстане» кітабында 1991 жылдан бері шет елден импортталған дінді жаңа ислам деп атайды. Себебі қауғадай сақал қою, хиджаб, нихаб киіп тұмшалану, балақ кесу, мұсылмандық жаргондармен сөйлеу, қоғамды кәпір мұсылманға бөлу, кез келген нәрсені халал харам деп айыру, олар және біздікілер деген жамағаттық психологияның асқынуы, хадиспен сөйлеу мәнері жергілікті дәстүрлі мәдениетпен үйлеспеді. Оның мысалын мынадан көреміз. Жаңа исламның ықпалына түскен қазақтың кез келген отбасында туған туысының арасында міндетті түрде қайшылық туындады. Олардың ұстанған ақиқаты қазақтың музыкасына, зиярат ету дәстүріне, отбасында ұстанатын ғұрпына, ырым-тыйымына, мәдениетіне, білім беру жүйесіне, лексиконына сәйкес келмеді. Мысыр және Пәкістандағыдай кез келген бұрышта намаз оқитын жастар легі көрініс тапты. Адамды кәпір мұсылман деп бөлетін түсінік пайда болды. Революцияға дейін қазақтың фольклорлық танымында кәпір ұғымы жоңғарларға немесе аузы түкті кәпір деп отарлаушы империяның солдаттарына қатысты айтылатын. Жаңа ислам келген соң кәпір сөзін қазақтар бір-біріне қолданды. Бұл дерттің асқынғаны сонша, оның соңы намаз оқымаса әкең де, шешең де кәпір деп ең жақын туысымен өш қылатын шерлі заманға ұласты. Жалпы исламда кісіге қаратып кәпір деп пәтуа беру оңай шаруа емес. Орта ғасырда Шайбани хан қазақ хандығымен соғысу үшін алдымен ғұламалардың пәтуасына жүгінеді. Бұл соғыс мотивін ақтап алу үшін қазақты кәпір деп табатын пәтуа беруді сұрайды. Бұл деректі Рузбек хан Мехманнаме-и-Бұхара деген қолжазба кітабында баяндайды. Қолжазба жайлы арнайы мақала жазған парсы танушы Қуанышбек Қари былай деп келтіреді. Мұхаммед Шайбани хан бүгінгі есеппен 1508 жылдың соңында жорыққа аттанып, 1509 жылдың наурыз айында қазақ хандығына тұтқы елдан тиді. Бұл жорықты өзбек ханы жихад, ғазауат деп атап, өз әрекетін дін таратумен түсіндірді. Әлбетте, бір дін, бір мазхабты ұстанатын қазақтарды шабу өзбектерге оңайға соққан жоқ. Бұл турасында Фәзлолла Исфихани өзбектердің сылтау іздеп дал болғанын тамаша суреттейді. Олар кәпір деп табу үшін пәтуа іздеп Рузбек ханды Түркістанға жіберді. Бірақ ол қазақтарды кәпір деуге еш себеп жоқ дейді. Сонда олардың бар тапқаны қазақтар шариғат үкімдерін толық орындамайды дегенге тоқталды. Осы арқылы ғазауатқа жол тапқан өзбектер Сырдариядан бері өтіп, қар құрсанған, Атымтайды қайыршы санайтын қазақ ауылдарын қапта басып, көптеген олжаға батты. Нағыз ғалымдар, модерн ғұламалар сияқты сырттан тон пішіп, кәпір деп пәтуа бере салмайды. Елдің тұрмыс тіршілігін, әдет ғұрпын, салт санасын бүге-шүгесіне дейін зерттейді. Сосын барып шешім шығарады. Жалпы кәпір категориясына қатысты ақш дінтанушы ғалымы Саид Хусейн Нассер The Heart of Islam атты еңбегінде мынадай қызық пікір айтады. Әу баста кәпір сөзін Құранда ақиқатты тұншықтыратын арам ниет пасықтарға қолданады. Пайғамбардың көзі тірісінде сахабалар кәпір деп пайғамбардың дұшпандарын танитын. Уақыт өте келе оның мағынасы кеңейе түсті. Үмбет қалыптасып, мұсылмандар өзге елдермен соғысқанда қарсы тарапты кәпір дейтін болды. Бірақ тарихта одан да сорақы оқиғалар легі болды. Халифатта таққа талас басталып, үмбет екіге жарылып, мұсылмандар бір-бірімен қырылғанда екі жақта бірін-бірі кәпір деп айыптады. Ислам тарихына қарасаңыз, сунниттер мен шиғалар өздеріне қарсы шыққан хауариждерді кәпір деген. Кейін келе сүнни ғұламалары исмаилиттерді кәпір деп пәтуа берген. Бұдан соң сүнни ғұламалар мен 12 имам доктринасын қолдайтын шиға ғұламалары бірін-бірі кәпір деп айыптады. Ал Осман империясы кезінде дінбасылары бүкіл Еуропа елдерін кәпірстан деп қысқа қайыратын. 18 ғасырда Арабияның Недж қаласында уахабизм қозғалысы басталды. Олар бұрынғы сүннилерді де, шиғаларды да кәпір дейді. Ал Осман империясындағы ханафи ғұламалары керісінше уахабилерді кәпір деп пәтуа берді. Жалпы ислам тарихында керек десең ғұламалардың бірін-бірі кәпірге шығарып отыратын пәтуалары жетіп артылады. Уақыт өте келе кәпір сөзінің қолданылу аясы теологиялық шеңберден шығып саяси алаңға ауысты. Қоғамдағы әлеуметтік топтар да бірін-бірі кәпір деп айыптауға үйреніп алды. Қазақ тарихында діни мотивті ту еткен соғыс болған емес. Қарсы тарап бірін-бірі кәпір деп айыптамайды. Тіпті діни қиссалардың өзінде де кәпір сөзін жыршылар кәуір деп қолданды. Қазіргі кезде кәпір сөзін барлық адамға бей-берекет, жауапкершіліксіз қолдана беретін жағдайға жетті. Тіпті дін ұстанған кейбір қазақтар кәпірлермен соғысамыз деп Сирияға аттанды. Жаңа ислам жаршылары араб елдерінен батыс фобиясы мен антисемиттік вирусты бірге жұқтырып келді.
Оған дейін қазақ ұландарында батыстың тілін, ғылымын, музыкасын, мәдениетін, технологиясын, әдебиетін, философиясын игеруге деген құлшыныс күшті болады. Алаш зиялылары халықты Жапония мен Еуропаның өнер білімін үйренуге шақырған еді. Ахат Әндіжанның Turkestan Struggle Abroad from Jadidism to Independence атты еңбегінде Тұрар Рысқұлов Германиядан білім үйреніп келуге 500 адамды, бәрі де түркі нәсілінен, Еуропаға жөнелткенін жазады. СССР кезінде батыс әдебиетін, философиясын қазақ тіліне аудару ісі қарқынды жүрді. Жаңа ислам келгенге дейін қазақ арасында Еуропа мәдениетінен үркіп тұратын менталитет болған емес. 1997 жылдан бастап Еуропаның ойшылдарын, әдебиетшілерін кәпірге санап, оларды тыңдауға болмайды. Олар бізді адастыру үшін бәрін бұрмалайды. Олар ғылымды исламнан ұрлаған деген сияқты наданды тамыр жайды. Тарихқа үңілсеңіз, антисемиттік көзқарас мұсылманда емес, христиандарда да болған. Христиан шіркеуі иудейлерді 2000 жыл бойына қудалап, тыныштық бермеген. Қайда көшсе де еврейлерді геттоға бөлек қамап, әбден қорлайтын. Бұл аурудан Еуропа құрлығы 20 ғасырдың ортасында әзер арылды. Арабтарға антисемиттік көзқарас 20 ғасырдың басында ғана жұқты. Бұл Израиль мен Палестина арасындағы теке тірестен соң бүкіл араб әлеміне тарады. Бұл таяу шығыстың аймақтық проблемасы. Болмаса пайғамбардың өзі заманында әхлі кітап деп иудейлерге қысым көрсетпеген. Таяу шығыстағы осы антисемиттік дерт дүмше діннің әсерінен алаш баласына да жұқты. Қазір қоғамда келсін келмесін жамандық атаулыны еврейлерге телейтін діни топтар көбейді. Бұл дерт жастардың өз кемдігін өзі көру, өзін жетілдіру, өнерін дамыту сияқты қасиеттерін жойды. Қит етсе өзін емес, өзгені кінәлайтын патологияға ұласты. Бұрын қазақтың ұлттық танымында еврейді жау көру сияқты антисемиттік көңіл-күй байқалмайтын. Тіпті еврей баласының Мұхаммед пайғамбарға ынтық сезімін баяндайтын көдек бала қиссасы, Захұт баласының пайғамбарға ынтық болуы сияқты аңыз қиссалар көптеп жырланған. Революцияға дейінгі халық дүниетанымында адамды сүю, адамзаттың бәрін сүю, адамның бәрі бір деген монантропистік идеялар көп жырланатын. Жалпы дінге бет бұрған адам бүкіл адамзаттың бірлігін көруге ұмтылу керек. Діннің мәні де сол. Саяси әлеуметтік жағдайға байланысты бөлшектенген қоғамды үнемі бір гуманистік идеяға ұйыту үшін дінді меңгеретін. Ал қоғамды бөлшектеу саясаттың ісі. Қандай да бір дін көсемі жұртты алалап, қоғамды жауықтыруға араласса, саяси бір топтың қолшоқпарына айналғанын түсінуі тиіс. Жаңа ислам өзімен бірге лексикондар легін туғызды. Ғасырлар бойы сингармонизм заңы бойынша қазақ тіліне сіңісті болған араб сөздерін араб фонетикасы бойынша айнытпай айтатын жамағаттар шықты. Мысалы, арам харамға, адал халалға, ауызашар ифтарға, қарындас уқтиға, бауыр ақиға айналды. Алла есімі Аллах деп өзгерді. Астапралла, астағфируллах, Құдай қаласа сөзі иншаллах, Құданың құдіреті машаллах сөздерге ауысты. Одан бөлек, қазақ лексиконында Аллах разылығы үшін, Аллах, Алланың қалауы сияқты сөздер пайда болды. Бұрын бұл сөздер Тәңірім жарылқасын, Тәңірім жар болсын, жасаған берген деген тіркеспен айтылатын. Субханаллах, намазхан, жәннәти, тозақи деген сөздер де жаңа ислам жаршыларымен бірге келді. Қоғамда көп көріп жүрген жайттардың бірі азан шақырып қойған қазақи есімдерін араб аттарына өзгерту белең алды. Ол да соңғы 20 жылда пайда болған үрдіс. Бұрын қазақ тілінің заңдылығына үндесіп Мұхаммед, Әубәкір, Қали, Құспан, Құмар, Бәтима, Хадиша есімдерінде рухани фонетиктер Мұхаммад, Абу-Бакир, Әли, Осман, Омар, Фатима, Хадиша деп араб фонетикасымен айтатын болды. Ақтамберді жырауды Хақтағалақ берді. Доспамбет жырауды Дос Мұхаммед жырау, Махамбет батырды Мұхаммед батыр деп түзету енгізгендер де болды. Қоғамда өте қатты тартысқан тақырыптың бірі Алла, әлде Аллах деген атау. Рухани фонетиктер бұрын қазақ арасында айтылып келген Тәңір жасаған сөздерін шамандықтың қалдығы деп бірден лексиконнан ығыстырды. Бірақ бұл сөздер революцияға дейін Алла сөзімен синоним ретінде айтылып келген еді. Енді Аллах болып өзгертті. Х әрпін қосып айтпаған қазақты дінбұзар, надан сияқты қабылдайтын мінез қалыптастырды. Бұның ең жаман жері сауатты қазақтар исламның адамзатқа берері осы екен деген ойға келді. Ислам мен Құранның бүкіл мәні мен мәйегі бір әріпті арабша айнытпай айтуға тіреліп тұрса, бүйткен дінің кімге керек деген нигилизм туғызды. Шәкәрім қажының тілмен айтқанда,
жаман тәпсір жайылып жер жүзіне, дін десе тұра қашты есті азамат. Бір әріптің дауы өршіп, ең ақырында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Алла деп жазу қажеттігін ескертумен аяқталды. Егер қазақтың өспейтін елдің баласы өнбейтін дауды давалайды деген мақалына мән берсек, осындай өнімсіз даулар қазақ елін ақыры Ауғанстанға айналдыруы әбден мүмкін.